Бүгінгі біздің тақырып электр белгішелерінің электр жабдықтары. Негізгі электр беріш желісі электр желілері құрамдас бөлігі болып табылады және электр тоғы арқылы көздерден тұтынушыға электр энергиясын беруге арналған сымдар немесе кабельдер жүйесі болып табылады. Ол қалалық, аудандық, ауылдық, өнеркәсіптік, энергетикалық электр желісі болып табылады. Сондай-ақ электр энергиясын тарату, қоректендіру желілері болып та ажыратылады. Электр беріш желісі ауа желісі және кабель желісі деп екі топқа бөлінеді. Негізгі әуе электр желісінің негізгі элементтері бұл сымдар болып табылады. Сымдар электр энергиясын беру үшін арналған, оқшаулағыштар сымдарды тіректен оқшаулауға арналған, желілік арматура сымдарды оқшаулағыштар бекіту үшін, тіректер жер немесе су деңгейіне белгілі бір биіктікте сымдарды тіреу үшін, кабель тұғырынан тұрады және тірек тіревестерінен тұрады. Іргетастар тіректерді орнату үшін және қосымша элементтер болуы мүмкін. Бұлар мысалы найзағайдан қорғайтын кабельдер, жерге тұйықтау, разрядтауыштар және тағы да басқалар. Сым материалдарының негізгі қасиеттерін атап өтсек, біріншісі ол электр өткізгіштік. Бұл мыс, қола, алюминий, болат сымдарында бәрінде болады. Механикалық беріктік, бұл көбінесе болат сымында, көбінесе механикалық беріктік болат сымында болады. Ауа райын төзімділік, коррозия төзімділік, бұл көбінесе мыс, қола сымдарында болады. Негізі сым материалдарын салыстыруға келетін болсақ, біріншісі бұл мыстың жақсы жағына келетін болсақ, бұл жақсы өткізгіштік, үлкен механикалық беріктік және коррозияға төзімділік. Ал жаман жағына келетін болсақ, бұл өте қымбат және тапшы материал болып табылады. Екіншісінде бізде бұл болат, ол жоғары механикалық беріктікке ие болып табылады. Жақсы жағына келетін болсақ, жаман жағына келетін болсақ, ол өткізгіштігі төмен, әсіресе беріктік әсерінен болып табылады. Үшіншісі бізде бұл алюминий, ол табиғатта жоғары өткізгіштікке ие және жеңілдік және молшылық көп деген мағынада айтылған. Ал жаман жағына келетін болсақ, салыстырмалы төмен механикалық беріктік, яғни беріктігі аз. Қолданатын материалға байланысты сымдардың конструкциялары үш түрге бөлінеді. Біріншісі монометалдық, ол беріктікті металдар мен қорытпалардан жасалған. Бейметалл, бұл металдың екі қабатынан тұратын сымдардан жасалған. Үшіншісі біріктірілген, яғни екі түрлі металдардың жасалған сымдардан жасалған. Сымдар мен кабельдердің конструкциясы бойынша жіктелуі бір сымды және көп сымды болып келеді. Ал көп сымды тағы да екі топқа бөлінеді: қуыс және қалыпты. Қалыпты сымдар, олар бір орталық сыммен байланыстырылған, үш орталық сыммен байланыстырылған және үштен астам орталық сымдармен байланыстырылған болып келеді. Дизайн бойынша бұл бізде тіректер жалғыз, портал бойынша жігіттен бірге қолдайды дегеніміз, бұл растяжкалармен, оттяжкалармен бекітілген тіректер және еркін тұрған дизайн бойынша бөлінеді. Материал бойынша классификация бізде біріншісінде тіректер ағаштан жасалған тіректер болады, металдан жасалған тіректер болады және темір бетоннан жасалған тіректер болады. Тіректердің негізгі түрлеріне келетін болсақ, сымдардың үшбұрышта орналасуымен бір посты аралық тірек көрсетілген. Тірек аяқ тірек және өгей олдан тұрады. Өгей ол дегеніміз бұл астыңғы жағындағы тас, бірінші болып көрсетіп тұрған суретте бірінші болып көрсетіп тұрған. Өгей бағанаға болат соңынан жасалған екі жолақтан арқылы қосылған. Өгей балалар ағаш немесе темір бетон болуы мүмкін. Тіректердің негізгі түрлері бұл
Бұл бізде суретте VL 3510 киловольтқа арналған әуе желісі үшін аралық тірек көрсетілген. Және көлден траверсі бар, екі тірегі бар портал болып табылады. Тіректер негізгі түрлеріне келетін болсақ, жалғыз постты және портал тіректер бар. Жалғыз постты ол бір постты оттяжкада және бір постты дербес болып бөлінеді. Портал еркін, порталды оттяжкада және ішкі металл қосылымдары бар портал болып бөлінеді. Тіректер негізгі түрлеріне келетін болсақ, бізде бірінші суретте аралық 220 киловольтқа арналған тірек, екінші суретте анкерлік бұрыш 110 киловольтқа арналған тірек. Үшінші суретте бұл портал тірек көрсетілген, бір тізбекті 500 киловольтқа арналған тірек және V тәрізді 1150 киловольтқа арналған тірек көрсетілген. Бізде бірінші суретте бұл композиттік тіреудің жалпы көрінісі көрсетілген. Ал осы композиттік тіректің бұл сақтауға және тасымалдауға арналған кездегі күйі көрсетілген. Композиттік материалдан жасалған тіректер бар электр беру желілерінің жобалары және композиттік материалдан жасалған тіректерді орнату. Бізде мұзды аязды түзілістердің түрлері бар. Ол мысалы сымдарда аяз және кристалды аяз, астықты аяз, мұз және ылғалды қар болып көрсетіледі. Бізде осы мұз түзілімдерімен күресу әдістері бар. Бізде пассивті әдістер келетін болса, ол тік сымдары бар әуе желілерін пайдаланылмайды. Беріктігі жоғары композиттік сымдарды қолдану, қысқа аралықтармен тіректерді орнату болып табылады. Ал белсенді әдістер келетін болсақ, электрлік балқыту, механикалық әдістер, гидрофты жабындарды қолдану, тері әсерлі және қозғалатын толқындар болатын белсенді әдістер бар. Назарларыңызға рахмет.